сонда мына қанағат қарын тойғызар дейді, сол бір шүкіршілік бола бастады сол кезде. Шүкір, енді осыған да шүкір, бармын деген сияқты. Біртіндеп әрекет жасай бастағанда той саласына келдім. Той саласына келдім. Оған да келу бір өзінің жолы болды. Жаңағы көптеген психологтардың техникаларын жасап жүрдік. Әсіресе соның ішінде бір техника болды. Мынау өзіңнен бір енді ауқатты адамды көрген кезде, немесе бір керемет нәрсені көрген кезде ойша қанатыңды жайып құшақтайсың деген. Негізі мен сол техниканы 1 наурыз күні жасап көрдім. Бір апамыз бар еді, кәсіпкер апамыз, сол кісімен осылай ара екеуміз сияқты бетпе-бет сөйлесіп отырдым да, жаңағы қанатымды жайып визуализация дейді ғой, соны жасап көрдім. Сол күні кешкісін маған тойдан тапсырыс түсті, ең алғаш неке қию рәсіміне қатысты. Одан кейін ол орыс тілінде болды. Енді мен байғайынның қазағымын, сондықтан сол орыс тіліндегі некеге мен 1 ай дайындалдым. Кәдімгі арнайы папка қағазға жазып алдым. Ең бірінші сол неке қию рәсімі 23 наурызда болды. Өте жоғары деңгейде өтті. Орыс тіліндегі ең бірінші жасаған неке қию рәсімі. Одан кейін мүлдем орыс тілінде жасаған жоқпын. Содан кейін біртіндеп сол қаржы мәселесі өзі жөнін таба берді. Негізі сол ниет екен көп нәрседе. Әрекеттен бір ниет. Бағытталғанда өзі әрекетте келеді, біртіндеп бола береді. Ниет түзеу болса, жол ашық дейсіз ғой. Ниет түзеу болса, негізі адамдарға деген, өзіңе деген ең бірінші ниет түзеу болу керек.